Кино басында барлығы жерге өзге ғаламшардан келген тіршілік иелерінің шабуылдауынан басталды. Оларға қарсы адамзат қарусыз болып, барлығы бітті деген сәтте өздерінің заманауи қару-жарақ сауыттарын әлемге көрсеткен әскери команда өзге ғаламшарлықтармен шайқасып жеңіп шықты. Команда мүшелерінің бірі Ричке адамдар көптеген алғысын білдірді. Соның арқасында мыңдаған өзге ғаламшарлық жойылған еді. Кейін біз әскери қызметкер майор Кейджбен танысамыз. Ол кеңсе ішінде генералмен сөйлесу үстінде. Кейдждің мұнда келген себебі команданың имиджіне байланысты еді. Бірақтан генерал оған басқа тапсырма берді. Қазіргі таңда жүріп жатқан елді мекендегі әскери тапсырмаға барып сонда бақылауға тиіс еді. Ал Кейдж бірден көнбеді. Өзінің жауынгерлік шеберлігі жоқтығын айтып, генералды майор деген атағымен қорқытпақ болды. Алайда ақыр соңында майор Кейдж тұтқындалады. Есін жиса әскери ұрыс алаңына келген екен. Оны тез тұрғызып боқтай бастайды. Өзін әлі майор санап жүрген Кейдж тіліңді тартып сөйле десе, сержант оның шенінен айырылғандығын айтады. Әрі қарай оны казармаға апарды. Онда өзінің алда өзге ғаламшарлықтарға қарсы соғысқа аттанатын әріптестермен танысты. Бірер минуттан соң мұнда жатқан картаны осындағы жігіттер жеп бастайды. Ертесіне алғашқы әскери операцияға кеткелі жатқан Кейджді сауыт сайманмен қару-жарақты салып дайындауда. Ал бұл жігіт шынында бұл костюммен қалай шайқасу керектігін де білмейтін. Бұлардың барлығын бір ұшаққа тиеп, соғыс алаңына қарай бет алды. Ұшақ ішінде абыржыған Кейджге жанындағы жігіттер күліп бастайды. Оның шошынған түрін көріп, айналасындағылар соғыс басталысымен өліп қаласын деп мазақ етеді. Осы сәтте бұлар мінген ұшаққа белгісіз бір зат бар күшімен соғады. Жарты бөлігі зақымданған ұшақ апатты жағдайда құлай бастайды. Біраз әскер өліп қалды, ал қалғандары жерге құлап тірі қалады. Бірақтан жерде оларды өзге ғаламшарлықтар күтіп тұр. Негізінен адамдар білдірмей шабуылдауды жоспарлаған еді. Алайда барлығы енді ашық шайқасты. Кейдж қаруын пайдаланып бір жауын өлтірді. Осыған мәз болғанда келесі жау келіп, ол жігіттің үстіне шыққанда бомбамен өзімен қоса оны да жарады. Кейдж көзін ашса әскери базаға келген екен. Оны тағы да сержант күтіп алып боқтай бастайды. Жігітті қайта казармаға апарып, басқалармен таныстырып картаны жегізеді. Ұшақта Кейдж әскерлерге жарылыс болатындығын айтады. Бірақ құлақ асқан ешкім жоқ. Ұшақ қайта жарылып, олар майданда өледі. Жігіт көзін ашса базада оянды. Сол күндегі әдет бойынша сержант күтіп алды. Кейдж оған барлығын түсіндіріп, жігіттердің атын атап картаны көрсетеді. Ал бірақтан сержант оны жынды санап, аузын буып тастайды. Солай қайта майданда өлді. Жігіт бірнеше рет өлген соң, қайта майданға барғанда Рита атты қызды құтқарып алады. Және оны өлген соң тауып алуды жоспарлады. Оннан аса соғысқа барып өліп, қайта тірілген Кейдж базада қашып пысып Ританы тауып алды. Қыз оны бірден жылы қабылдай қоймады. Алайда барлығын түсіндіріп, күнде өзінде болып жатқан жағдайларды Ритаға айтқанда, қыз бірдеңені түсінгендей артына жігіттер деп базаның докторына апарды. Сөйтсек осындай оқиға Ританың да басында болған екен. Мұның басты себебі өзге ғаламшарлық жау Альфа атты құбыжық екен. Онымен алғашқы соғысында шайқасқан Кейдж Альфа құбыжықтың қанын шығару арқылы осы қабілетті алған екен. Доктордың айтуынша осы Альфа уақытты басқару қабілетіне ие. Ал қазір оның осы қабілеті Кейдждің бойында екен. Осы қабілет бар кезде Альфаны өлтіріп, жеңіске жету керек. Жігіттің бойындағы уақытты басқару қабілеті жойылмас үшін ол күніне бір рет өліп тұруы тиіс. Рита Кейджді әскери төбелеске дайындай бастайды. Ал әр күн сайын оны өзі өлтіріп тұрды. Кейдж уақытты басқару арқылы Альфаның орналасқан жерін анықтайды. Кейін белгілі болғандай, ол үшін шөл далада болып жатқан қазіргі шайқастарында жеңулері тиіс еді. Алайда қанша шайқас болса да, олардың қолдарынан келе қоймады. Жеңілістен жалып кеткен Кейдж қаладағы шарапханаларға баруды шешеді. Бұл жерде біраз уақыт өткізген соң қалаға шықса, өзге ғаламшарлықтардың қалай қаланы басып алғандығына куә болады. Ал басқа әскерлер Кейджді кінәлай бастады. Олар бұған шабуылдаса да, Кейдж ендігі көзін жұмып ақ шайқаса алатын. Бірнеше ай бойы қайта-қайта шайқасу нәтижесінде Кейдж бен Рита әрең дегенде шайқастан тірі өтеді. Екеуі фермадан тікұшақтарын табады. Ферма ішінде отырған Кейдж Ритаға осында қауіпсіз орында қалуды айтады. Ал бұндайға ол көне қойған жоқ. Ол қарсы болып, бірге барамын деп тұрып алды. Кейін тікұшаққа мініп өзі кете берем деп шешкенде, Ританы Кейдж жаралап алады. Қайта тірілуден соң Ритаға барған Кейдж соңғы сәтте оған ештеңе айтпай, барлығын өзі істеуге бекінеді. Альфа орналасқан орынға барғанда, бұл жерде ешқандай өзге ғаламшарлықтарды байқай қоймады. Кейін барып Альфаның құрған тұзағына түседі. Ту сыртынан келген құбыжық оны өлтірмей тек жаралап қояды. Солай Кейдждің қабілетін өзіне алмақ болды. Ақыры соңында Кейдж өліп үлгерді. Рита, Кейдж және доктор бұл тұзақтар мен соғыстың барлығы Альфаның жоспар екенін түсінді.
Осылай жасау арқылы ол адамзатты өзінің қаһарында ұстауды ойлаған екен. Ал ендігі кезекте оның орналасқан орнын басқа уақыт белдеуінде табу үшін Кейдждің қанын пайдаланып, уақыт кеңістігінде саяхаттау керек. Олар генералдың ғимаратына келді. Жүздеген мәрте қайталап, генералдан базаға рұқсат алғысы келеді, бірақ көп уақытты алды. Кейін тағы бір кезекте генералмен жолықты. Кейдж генералға алдағы 10 минут ішінде болатын оқиғаларды айтып берді. Мысалы, хатшы қыздың келетіндігін, қоңырау соғылатынын және өзге ғаламшарлықтармен соғыс болып шайқаста мыңдаған адам көз жұматындығын. Осы кезге дейін талай рет рұқсатын бермеген генерал бұл жолы келісе қойды. Ғимараттан шығу кезінде екеуіне әскерлер кедергі болуға тырысты, ал бұл шаруаны Рита тындырды. Кейін генералдың берген құралының арқасында Альфаның орналасқан орнын анықтады. Жасырыну арқылы сол орынға жетуге тырысқанда, оларға әскер кедергі келтіреді. Көлікпен апатқа ұшыраған екеуі естен танды. Кейдж көзін ашса ауруханада жатыр, ал медбике қыз оған қан көп жоғалтып алғандығын, сондықтан қанды тазартқандықтарын айтады. Бұл жерден шығуға тырысады. Осы уақытта Рита келіп Кейджді өлтіру арқылы қайта тірілткелі жатқанда жігіт оны тоқтатады. Медициналық емнен кейін енді өзінің бойындағы қабілетінің жоқтығын айтады. Альфаның апанына шабуылдау үшін олар команда жинай бастайды. Кейдждің бастапқыдағы тобын тауып алып, оларға өздерінің оқиғасын айтады. Кейін оларды сендіру үшін әрқайсысының өткен өмірлерін айтып береді. Осы ақпараттарды жинау үшін кезінде Кейдж 10 мәрте өліп тірілген болатын. Ал әскерлер Кейджге сенді және онымен бірге қауіпті сапарға аттанды. Ұшаққа мініп Альфаның апанына бет алды. Белгіленген жерге келгенде ұшақтары сынып жерге түсті. Ал әскерлердің батылдықтарының арқасында Кейдж бен Рита тірі оралып Альфаның апанына жетеді. Олар Альфа қобыжықтың осында екенін сезді. Ал өзге ғаламшарлықтарды түбегейлі құрту үшін олардың басты жүреге салынатын Омега дегенді жою керек еді. Кейдж өз өмірін құрбан ету арқылы Омегамен қоса Альфаны да өлтіремін дейді. Альфаны алаңдата тұрамын, ал сен Омеганы жой деп айтады. Екеуі осы уақыт ішінде жақын танысып үлгермесе де, енді қайтып көріспейтіндіктерін білді. Осы шайқаста екеуі де аман қалмайтын. Рита Альфамен айқаса кетті, ал Омегаға Кейдж барды, бірақ Альфа Кейджді жолай жаралап үлгерді. Өлуге айналған Кейдж бомбасын Омегаға енгізіп, оны жояды. Оның әсерінен барлық өзге ғаламшарлықтар түбімен жойылды. Кейджге Альфаның қаны тиіп, ол қайта уақытты басқарып, генералдың сөйлеу кезіндегі уақытта тірілді. Генерал халыққа өзге ғаламшарлықтардың толығымен жойылғандығын хабарлауда. Осыдан соң бақытты күйде әскери базаға келген Кейдж онда жүрген тірі әскерлерді көреді. Кейін Ританы тауып алды. Ол Кейджді танымайтын еді. Алайда бастысы ол аман есен. Осылайша бүгінгі шолуымыз соңына жетті. Арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпайық. Келесі кездескенше.